Соңғы бөлім. Соңғы уақытта жүрегім айнып, өзімді жайсыз сезініп жүрдім. Оның үстіне қайнымның басқа жанды үйге келуін көз алдыма елестеген сайын жылағым келеді. Жүрегім жиі айныған жүктілікті анықтайтын тест көрдім. 5-6 секунд өтпей мен қаламаған нәрсе болды. Мәссаған менің аяғым ауыр екен, екі сызықып қызыл болып шыққанын көріп көңіл күйім бұзылды. Не жыларымды, не күлерімді білмей тұрмын. Неде болса кесі ғой деп күйеуіме көтергенімді айттым. Күйеуім естіген бойдан балаша қуанып бәрінен сүйінші сұрап кетті. Күйеуімнің бұл ісінен ұялдым, әрине Жандәулеттен. Онан қалды күйеуім бұл жаңалықты жолдастармен жуамын деп таңға дейін жоқ болды. Сол қуанышты хабардың артынан қайғы келерін кім білген. Қанша жерден ұнатпасам да өлім тілемедім, тіпті білмеймін. Бұл жаңалық бәрімізді есеңгіретіп жіберді. Бәрінен де ата енеме қиын болды. Енем естіген бойда қан қысымы көтеріліп өзін жоғалтып алды. Атам үнсіз іштен тынып бір бөлмеден шықпады. Ол кезде мен өзімді кінәлап жылай бердім. Кезінде алып қашқан кезде ішімнен жылап отырып ауыр сөздер айттым ғой. Сол көз жасымның наласы ма деген ой санамды жаулап алды. Бәрінен де күйеуімнің соңғы бейнесі. Баласы үшін қатты қуанып, мені құшағына соңғы рет құшқаны есімнен кетпей қойды. Әлі өмірге келмеген балам әкесіз жетім қалғанын тағы ойлап жылай бердім. Жандос сол күні тойлатамын деп алғаш рет ішімдік ішіп рөлге отырған. Қатты жылдамдықпен жол жиегінен шығып кетіп апат болыпты. Сол кезекте қатты бас жарақатынан жан тапсырған. Оны жек көрумен болып едім. Енді міне, ұлым жетім, мені жесіретіп боздатып кете барды. Енем аздап болса да өзіне келіп, келінжан сен көп қайғыра берме. Ұлымның жалғыз тұяғынан айырылғым келмейді. Өзіңді күтші қарағым, және де бала туылмайынша кетпеуіңді өтінемін. Ол немерені қанша күттік, одан бізді айыра көрме деп еңкілдеп атам екеуі жылап отыр. Үлкен бастармен маған өтініш жасағанда қалай мен жоқ деймін. Әрине үнсіз келістім. Әке шешеме де түсіндіріп сол үйде қалдым. Жағдайыма байланысты оқуымды уақытша тоқтаттым. Жандәулетте ұзақ өзіне келе алмай жүрді. Үйленемін деген арманы күл талқан болды. Таңғы шәй үстінде атам. Үлкен ұлымның 40 өтті. Енді жылдығасын берген соң, қызым сен Жандәулетке әмеңгерлік салтпен тұрмысқа шығасың ба? Ұлымның жалғыз тұяғын бөтен біреудің шаңырағында қаңғыртқым келмейді. Жоқ келіспеймін десең, немеремді тастап, бақытыңды тапсаң ақ батамызды береміз деп көзіне жасалған атам ағай сөйлей алмады. Жандәулетке соққы үстінен соққы болды, әрине оңай емес. Бір жағы ағасының баласы, және әйелі, екінші жағында үйленуге ұсыныс жасап қойған қызы бар. Екеуміз де үнсіз қалдық. Ата-енем бізді жиі оңаша қалдырып кетіп қалып жүрді. Оңаша қалғанда бұрынғыдай сөйлеспейміз. Үнсіз шай ішіп отыра беретін болыппыз. Арада 9 ай өте шықты. Тірі адам тіршілігін жасайды деген рас екен. Әйтеуір күніміз демде өтуде. Ол бала дүниеге келді, Жандостан айнымайды аузынан түсіп қалғандай, енем мен атам рахметін айтып жылаумен болды. Ұлымыз қайта дүниеге келгендей деп байғұс енем немерсін қатты жақсы көрді. Кішкентай ғана бөбегім ау деп енем бір күліп бір жылап мәре сәре болды. Жандостың жылдығасын беріп, бір айдан соң Жандәулет екеуміздің некемізді қиылды. Бірақ ол маған өз әйеліндей қарай алмады. Ағама қиянат жасап жатқандай боламын деп бөлек жататын еді. Өзімді қатты кінәлі сезіндім. Бір күні тағы оңаша қалғанда Жандәулетке барлық сырымды жылап отырып айттым. Қайтейін енді. Жандәулетпен алғаш кездескенде ғашық болғанымды, тіпті осы кезге дейін өлердей сүйгенімді айттым. Әңгіме соңында, мені ағаң алып қашпағанда, мен сенің қалай болса да жарың боламын деуші едім. Сені қанша күту керек болса, сонша күтуші едім. Тек сенен соңғы рет сұраймын. Маған ешқандай сезімің болмаса, қазір айтшы. Мен өз еркіммен кетемін. Ұлымды ата-әжесіне әлдеқашан бердім, солардың баласы ол. Тек сен бақытты болшы деп сөзімді айттым. Өйткені оны да, өзімді де қинағым келмеді. Жандәулеттің менде сезімі болмаса, өз еркіммен ешқандай ұрыс-керіссіз кеткім келді. Оқуымды оқып, мансап қуғым келді.
Бірақ қайным Жандәулет мені жібермеді. Оның да маға айтар сыры көп екен. Неге сол күні ағамның көлігіне міндің? Әттең мінбегеніңде сен менің жарым болатын едің. Сол үшін де ағамның тойына келе алмадым. Қанша жыл сүйген қызым әп-сәтте жеңген болғаны жүрегіме қатты батты. Тек өзімді алдаумен болдым. Ағамнан айырылып, сені әйел еткенім үшін тағы қайғырдым. Өйткені еркек басыммен сені ағам алып қашқан күні солқылдап жыладым. Ағамды жек көрдім. Небір жаман сөздер айттым. Менің көз жасым ағамның өліміне себепші болды деп өзімді әлі жазғырудамын. Енді мені тастап кетсең, мен сенен тағы да айырылып қаламын. Сені ұмыту үшін өзге жанға үйленуге ұсыныс жасап едім. Бірақ тағдырым саған қайта қосты. Деп көз жасына ерік беріп құшақтасып жылап, соңында еріндеріміз табысты. Сол түні біз бәрін артқа тастап, екеуміз бозбала мен бойжеткен секілді бұрын жанған сезімдерімізді қайта жақтық. Бізді Алланың өзі қосты. Ажалда Алланың бұйрығымен келеді. Біздер тек шалыс баспай, нәпсімізді тисақ, Алла өзі бәрін реттейді екен. Менің соған көзім жетті. Қазір ең бақытты анамын. Ауылда бас дәрігер болып жұмысқа тұрып алдым. Жандәулет ауылдан үлкен супермаркет ашып алды. Ата-енем 4 немересін бағып үйде отыр. Аллаға сансыз шүкіршілік етемін, барша жанға Құдай қосқан қосағыңмен ағар деп тілеймін.